Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін ерекше блинчик пісіретін боламыз. Ол үшін 500 грамм сүтімізді алып, үстіне 2-3 қасық қант саламыз, 2-3 қасық сұйық май құямыз, және де жарты қасық сода салып араластырып аламыз. Бір жұмыртқамызды салып, тағы да араластырып аламыз. Үстіне електен өткізілген ұнымызды салып, массамыз бір келкі болғанша араластыра береміз. Бұл енді ерекше блинчик болғаны үшін тағы да бір ыдысымызға алып, осы массамыздың 1-2 қасығын саламыз. Үстіне какао салып, жақсылап араластырып аламыз. Алдын ала қыздырылып қойған табамызға блинчигімізді құямыз. Үстінен осы какао құйылған, какао салған блинчиктің массасын тағы да құйып, жолақты блинчик жасап шығамыз. Баршаңызға ас болсын.